Налян мен Хайри орманда бірге сыр шертіп жүреді. Хайри Налянға: Налян ханым, сізде барлығы жақсы ма? Налян: менде барлығы жақсы, уайымдама. Фарида әдеттегідей бір қоспа дайындап жатады. Хафиш: бұл Адил мырзаға ма? Фарида: Адилде барлығы жақсы, мен бұны Седатқа жасап жатырмын. Хафиш: Седат әлі жас қой, егер бұл оған жақпай қалса не істейміз? Бірақ Фарида оны тыңдамайды. Налянмен серуендеп келе жатқан кезде бір апай: неткен керемет жұпсыздар. Хайри: жоқ, ол менің бастығым. Налян апайдан баласына тоқыма нәскиін сатып алады. Сіз бала күтіп жүрген сияқтысыз ғой, аман-есен босанып алыңыз. Деп тұрған кезде оған Фарида ханым хабарласады. Видеозвонокпен: Фарида, сен қайдасың? Сен тағы да анау есалаң жүргізушімен жүрсің бе? Мен саған айтып шаршадым, саған үйде отыр дедім ғой. Тез үйге қайт. Хайри: менің қасымда емес, мен қазір үйге қайтамын. Налян Хайриге келіп: біз үйге қайтуымыз керек. Мені жеткізіп салыңыз дейді. Жанна үйінде тұрған естеліктерді көріп суреттерді қоқысқа лақтырып тастайды. Сол кезде оның үйіне балалары келеді. Балаларын сағынып құшақтап: мен енді сендерді ешқайда жібермеймін. Апа, бізді тастамаңызшы деп балалары құшақтайды. Мен қазір сендерге пицца заказ беремін. Гүлжихан кешкі астың үстінде Рафет мырзаға: сен зат алғалы өзіңді біртүрлі ұстап жүрсің. Балалары таңырқап қалады. Рафет Налянға: Налян қызым, сенде барлығы жақсы ма? Өңің бозарып тұр ғой. Налян: менде еш нәрсе жақсы емес, сендер бұның бәрін білдіңдер ғой. Седат пен Жаннаның кездесіп жүргендерін барлығын білдіңдер. Бір дастархан басында отырып менен барлығын жасырдыңдар. Мен ендігәрі бұндай өтірікшілер тұратын үйде тұрғым келмейді. Осымен доғарыңдар деп Налян орнынан тұрып кетіп қалады. Бірақ бұл Налянның ойы болатын. Налян: алаңдайтын еш нәрсе жоқ. Селен әкесіне: әке, Левент пен Седаттың офисте бір шаруалары бар екен. Олар сол жерге кетеміз деп жатыр. Седат Налянға: егер сен қаламасаң, мен ешқайда бармаймын. Налян: жоқ, жұмысыңнан қалма, бара бер дейді. Хайри ескі достарына: мен сендерге жұмыс таптым. Рафет мырза тауып берді дейді. Налян Фариданың жақпа майын жақпақшы болып тұрады. Левент пен Седат Альптың үйіне келеді. Левент қорқып: біз жай ғана сөйлесеміз дедік қой, сен не істегелі жатырсың, барлығын бүлдірейін деп жатырсың деп Седатты тоқтатпақшы болады. Бірақ Седат оны тыңдамай бірден Альптың жағасынан алып төбелесіп кетеді. Левент екеуін ажыратпақшы болған кезде Альп Левентке: сен өкшеғұлсың, сен өкшегіл күйеу баласың дейді. Левенттің намысы оянып, оны Седат екеуі бірге сабап тастайды. Альптың бет-аузын қансыратып, екеуі тастап кетеді. Альп: сен екеуің не десеңдер де түкке тұрғысыз адамсыңдар деп намысына тиеді. Рафет пен оның бұрынғы сүйіктісі екеуі бір-бірін ойлап тұрады. Рафет кезінде оған: екеуміз үйленеміз, жақын арада мен сені ата-анаммен таныстырамын деп уәде берген болатын. Бірақ уәдесін орындамай, оны тастап кеткен болатын. Пері анасының қасына келіп: сізде барлығы жақсы ма? Уайымдама, менде барлығы жақсы. Апа, сіз бақытты болсаңыз, маған одан артық еш нәрсе керек емес. Гүлжихан Рафеттен тағы да сол қорапша жайлы сұрайды. Бірақ Рафет ашуланып: мен саған ол еш нәрсе маңызды емес зат дедім ғой. Неге қайталап сұрай бересің дейді. Налян көңілсіз терезеге қарап тұрған кезде Хайридің итке тамақ беріп тұрғанын көреді. Хайри Налянға сәлемдесіп, Налянның жүзінде күлкі пайда болады. Седат пен Левент үйге ішіп келеді. Налян өтірік ұйықтаған сыңай танытып жатып қалады. Седат сандырақтап: мен Налян мен оның сәбиіне тиіскен адамды аямаймын. Өйткені мен Седат Көроғлымын дейді. Ас үйде Селен Левентке сусын дайындайды. Налян қасына келіп: екеуі удай мас болып келіпті ғой. Селен: иә, жұмыстан кейін екеуі ішіпті. Бұл туралы әкем білмей-ақ қойсыншы. Налян: жарайды, мен айтпаймын. Налян тамақтанып тұрған кезде артынан Хайри мырза келеді. Хайри: ас болсын, Налян ханым. Налян Хайриге: мен сіздің өміріңізге қызғамын. Сіз ылғи да адамдардың көңілін көтеріп жүресіз. Таконың анасы Рафет пен Гүлжихан ханымға өз рахметін айтып, үйінен қоштасып кетеді. Пераға анасы хабарласып: сен міндет түрде бүгін Музафер мырзамен кездесетін бол деп бұйырады. Налян көп ойланып, апасының берген дәрісін Седаттың суына мөлшерлеп қосады. Артынан Седат келіп қалып: Налян, бүгін біз қайда барамыз? Мүмкін сені мен орманға апарып қыдыртармын. Екеуміз бірге таза ауа жұтып қайтамыз деп келіседі. Налян Седатқа суды беріп оған ішкізеді. Седат: мына судың дәмі басқа ғой дейді. Налян: мен оған дәрумен қостым, сен әкелі болғалы жатырсың ғой, саған пайдалы дейді. Сөйтіп Налян мен Седат екеуі жиналып кетеді. Артынан Альп мырза аңдып іздеріне түседі. Седат Налянға: біз қашан баламызды тексертуге барамыз? Мен сенің қолың бос болмағаннан кейін мен тексеруге барып қойдым дейді.
Екеуі орманда серуендеп әңгімелесіп келе жатқан кезде алдынан бір топ бұзақылар шығады. Седат қастарына барған кезде оған Альф мырза саған сәлемдеме жолдау жіберді дейді. Сөйтіп бір-бірімен төбелесіп кетеді. Налян, доғарыңдар, бұларың не деп сондай қорқып тұрады. Бұзақылар пышақты шығарып Хайриге тықпақшы болған кезде Налян оған пышақ деп айқайлайды. Налян қатты қорыққаннан іші қатты ауырып кетеді. Налян, менің балама бір нәрсе болды. Налян өзін жайсыз сезініп бірден жерге құлайды. Налян, Седат, доғарыңдар. Седат деп айқайлайды. Налянның ауыр халін көріп Седат бірден жандарына жүгіріп келеді. Седат, біздің баламызды құтқар. Седат Налянды көтеріп ауруханаға алып кетеді. Рафет мырза бұрынғы кездескен жеріне келіп, өткенді есіне түсіреді. Рафет ойланып тұрған кезде қасына бір адам келіп, хатты тастап кетеді. Ол адам оның бұрынғы ғашығы болатын. Сөйтіп ол кетіп қалады. Седат Налянды ауыр халде ауруханаға алып келеді. Налян қатты есеңгіреп, жылауын тоқтатпайды. Налян, Хайри, маған көмектесіңдер. Хайри, қайсың барсыңдар, тез келсеңдерші деп айқайлайды. Налян бір кезде тоқтап қалып, түсініксіз жағдайға тап болады. Ішін ұстап қараса, қан кетіп жатырған екен. Седат есеңгіреп тұрып қалады. Налян, апам мені өлтіретін болды. Ол маған осыншама айтып еді. Менің балам түсіп қалған сияқты. Дәрігерлер жүгіріп келіп Налянды жатқызып алып кетеді. Налян есінен танып бара жатқан болатын. Седат пен Хайри, Налян, есіңді жи, есіңнен танып қалушы болма. Налян қатты жылап, менің баламды құтқарыңдар деп қайталай береді. Сыртта Седат Хайриге, олар менен ақша сұрады, мен оған ақшаларын бермеген едім, олар маған тап берді дейді. Фарида ханым Налянға хабарласады. Тұтқаны Хайри алып, Фарида, сен неге Налянның телефонын алдың? Налянға бір нәрсе болды ма? Ауруханаға түскенін хабарлайды. Седат апасына хабарласып, Налянның ауыр халде екенін айтады. Гүлжахан Рафетке бұл жағдайды хабарлайды. Айнұр дәрігер Налянды тексеріп жатады. Налян қорыққаннан, менің баламның жағдайы қалай деп қайталап сұрай береді. Өкінішке орай балаңыздың жүрегі соқпай қалды, ол шетінеп кетті дейді. Налян болған жағдайға сене алмай қатты жылап қалады. Апам білсе мені өлтіреді. Сыртта журналистер қаптап, Налян ханымға не болды деп сұрай береді. Фарида бірден келіп, Седаттың жағасына жармасады. Сен Налянға не істедің? Хайри сөйлей бастағанда, сен аузыңды жап, мен сенен сұраған жоқпын деп ұрсады. Седат, біз Налян екеуміз орманда серуендеуге шыққалы жатқан кезде бір топ адам бізге келіп бас салды. Налян содан қорқып қатты есінен танып қалды. Олар бізден ақша сұрады. Сөйтіп осы жағдайға тап болдық, сенбесең Хайриден сұра дейді. Налян операциядан шығып, дәрігері оған, сіз мықты қызсыз, бұны да жеңесіз, әлі бала көтересіз деп жұбатады. Селен күдіктеніп Левентті сыртқа алып шығады. Болған жағдайға Альптың қатысы бар ма дегенде Левент мойындайды. Оны сыртынан Рафет мырза естіп қояды. Кешегі болған төбелесті де барлығын айтып тұрған кезде сыртынан Рафет қатты ашуланып барлығын естіп қояды. Селен енді қайттық деп абыржиды. Дәрігер ханым келіп, Налян қыздарыңыздың жағдайы өте жақсы. Ал балашы деген кезде біз баладан айырылып қалдық өкінішке орай деп хабарлайды.